Сәлем достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін мен осындай әдемі әрі дәмді қарапайым салаттың рецептімен бөліскім келіп тұр. Бізге керек заттар: суда піскен жұмыртқа, қызылша, сәбіз, картоп. Жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып үккіштен өткізіп аламыз. Қызылшаны да үккіштен өткіземіз, сәбізді де, картопты да дәл солай үккіштен өткізіп аламыз. Содан соң бізге керек зат: өзіңіз қалаған кез келген балық. Мен осындай майдағы, қалбырдағы балықты алдым. Енді бөлек ыдысқа жаңағы үккіштен өткен картопымызды саламыз, сәбізімізді саламыз және үккіштен өткен жұмыртқаның сарысын, содан соң қызылшамыз саламыз. Бұл заттардың барлығы суда піскен. Енді қалауыңызша азғантай тұз сеуіп, барлығын жақсылап араластыру керексіз. Енді бір ас қасық майонез қосып, тағы да барлығын біркелкі болғанша, майонезі тарағанша жақсылап араластырып аламыз. Мінекей дәл видеодағыдай араластырыңыз. Енді жаңағы майдағы, қалбырдағы балықты аршып, дәл видеодағыдай ұсақ-ұсақ қып турап шығасыз. Бұл балықтың орнына кәдімгі селедканы да дәл солай турап шықсаңыз болады. Енді бізге жаңағы үккіштен өткен жұмыртқаның ағы да керек болады. Жаңағы араластырып қойған салатымызды дәл видеодағыдай қасықпен қолымызға алып, шұңғылдау етіп, ортасына жаңағы жұмыртқаның ағы мен балығымызды салып, қолымызбен келесі бетіне аударып, осындай құлпынай немесе жүрекше тәріздес етіп пішінін келтіріп аламыз. Мінекей тағы да солай бір ас қасық алып, ортасын шұңғылдау етіп, дәл ортасына жұмыртқаның ағы мен балықты салып, жауып, келесі қолымызға аударып, қолыңызды сулап отырсаңыз, қолыңызға жабыспайтын болады, әдемі болып жасалады. Дәл осындай пішін беру негізінен оп-оңай. Енді өзіңіздің қалауыңызша әдемілігі үшін, клубникаға ұқсату үшін бетіне осылай жапырақ жабыстырып, үстінен кунжут сепсеңіз болады. Мінекей осымен біздің салатымыз дайын, өте дәмді әрі әдемі деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.